Сегіз аяқ YouTube арнасының TikTok'тағы көрермендерінің менің видеомның астына жазған комментарийларын оқитын боламыз. Типа Reddit'тегідей ғой, соны типа просто TikTok'тағысын оқимыз. Біздің қазақша комментарийларды. Қазақтар жазған, TikTok'та жазған. Сегіз аяқ көрермендері, әлемдегі соңғы адам болсаң не істейсің? Дым болмағандай отыра беретін едім. Есімнен ауысатын шығармын. Мен жақсы көретін қызбен қалсам болды. Арманың жақсы екен. Жібек пен Зируза тоже қалама? Қалмайды. Қала ортасында отырып алып, синьян гөрі ішіп, Ричмонд шегіп, ішімдегінің бәрін шығарып, жан-жаққа айқай салып, дауыс кетіп қалғанша жылап алар едім. Дейсің ғой. Тыныштықтан ләззат алып, кітап оқимын. Қандай кітап? Философия, панорама, дүниежүзі тарихы, психология. Бірақ ол кімге керек? Сен соңғы адамсың ғой. Ең соңғы адам бір қойшы адам болады. Ол туралы пайғамбарымыз айтқан. Ештеңе қызық емес болады. Өлетін едім. Жер бетінде жалғыз қалсам, қорыққанның көкесі болады ғой. Егер әлемде жалғыз қалсам, мәнсіз өмір сүретін деймін. Иә, бәрі тегін. Бұлай ары кетсе 1 жыл өмір сүресің, зерігесің, жалғасың, ауру болып өзіңді өлтіруің мүмкін. Мен Марсқа кетіп қалам. Қалай барасың? По пути таксимен шығар. Ең бірінші жер үйде қаламын. Жануарлармен жақын боламын. Чтоб күйзелістен қашып жүрген жерінде батареялар мен фонариктерді жинап жүрем. Дұрыс шешім. Мен намаз оқимын да кәдімгідей өмір сүрем. Жарайсың. Өтірік иман болмаш, болсам ше. Хотя бы қасымда бір қыз болса дым уайымдамайтын едім. Адам ата мен Хауа ана ұқсап көбейесіңдер ма? Көбейеміз десей бірге. Өліп қалатын сияқтымын. Егер техника жақсы дамыған заманда солай болса, ішін пыспайды. Просто ол роботтың миы адам сияқты болса әңгіме айтатын, бірақ арам ойы болмаса, яғни ол адамды өлтіріп өзіміз қаламыз дегенде ойы болмау керек. Роботтың солай болса жақсы болады. Аш қалмайсың, зерікпейсің, короче. Сондықтан жануарлармен алысасың. Я, мал шаруашылығы, егін шаруашылығын жасаймын ғой обязательно. Әлемде саяхаттайтын едім. Это смешно. Машина алып ішіне Роллтон, сусняк. Машина алып ішіне Роллтон, сусняк салып алар едім. Роллтонға су қайнату керек қой. Қарның ашса похуй ұра бересің ғой. Тек Қазақстан қалса не болар еді? Сол қызықтырады. Олдар қалай выживать етем десе, қыздар шопингке барам дей ма? Экомен ұрпақ жалғастыратындар. Қазақша апбоут бұл керемет. Рахмет, YouTube арнаға тіркеліп кет. Достар, шынымен де YouTube арнаға тіркеліп кеттіңдер. Өйткені ол жерде видеолар көп, бірақ просмотр аз. Не екенін білмеймін, сол себепті қолдау керек. Бля, хотя бір штук қыз болса өмір сүруге болады. GTA-дағыдай жүретін едім. Ең алдымен күннен заряд алатын айналарды өте көп қылып жинап аламын. Және тамақтарды толтырып холодильниктерге сала берем. Және кезіккен жеріме қамаудағы жануарлардың бәрін жібере салам. Арманым орындалады деген сөз. Бірақ жалғыздықтан депрессияға түсіп өліп қалармын. Достар, сендердің комментарийларының барлықтарын тоже видеодан оқитын боламын. Бірақ ол үшін сендер TikTok'қа емес YouTube'қа жазғандарың дұрыс. Өйткені сол жерде үлкен ұзын комментарийлер жаза аласыңдар. Және де YouTube арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Өйткені ол жерде YouTube біздің просмотрларымыздың барлығын кесіп жатыр. Өйткені жақында канал баннан шықты. Не үшін банға түскен YouTube тағы да түсінікті деп айтпайды. Сол себепті сендердің маған көмектерің керек. Ол жерде активті көтеру керек.